273 бап. Терроризм актісі туралы жалған хабарлау. Телефон террористері әдетте жауапкершілік дәрежесін түсінбейді. Және осылайша өз мақсаттарына жетуге тырысады. Мұндай қоңыраулардың мақсаты бұзақылық, маңызды объектінің немесе оқиғаның жұмысын бұзу, немесе арнайы қызметтерді жалған шақыру болуы мүмкін. Дайындалып жатқан терроризм актісі туралы жалған хабарлау 5000 айлық есептік айыппұл салуға, немесе сол мөлшерде түзету жұмыстарына жазаланады. Террористік ұйымдардың басты мақсаттарының бірі дүрбелең мен қорқыту. Сондықтан бұл құқық бұзушылық аса ауыр құқық бұзушылыққа жатқызылады. Мұндай құқық бұзушылық үшін ең жоғарғы жаза 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру. 174 бап. 174 бап бойынша барлық сотталғандардың ішінде діни алауыздық үшін сотталған адамдар үшін ең нашар жағдай бар дейді заңгерлер. Ұрлық, тонау және тіпті кісі өлтіру үшін сотталғандармен салыстырғанда 174 бап бойынша жазасын өтеушілерге тергеу тарапынан қатаң көзқарас бар. Олардың ақтап алу мүмкіндігі одан да аз. Бірақ көбіне жоқ. Есіңізде болсын, заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды.